Next question, please. Бала, тағы бір сұрақ өзіңізге. Жалпы Эйзи мен Зак рэп партияларына тұрғанда сіз әрдайым қосылып отырасыз. Болашақта сіз рэп партияларыңызды көре аламыз ба? Балалардан сұрау керек. Текст жазып бересіңдер ме? Жоқ, нағыз рэпер өзі текст жаза алу керек. Сондықтан, егер де мен оқығым келсе, мен өзім текст жазбақшы текст жазам, және де егер оқитын болсам оның бәрі. Сондықтан сол. Мүмкін бе дейді. Мүмкін бе, оқисың ба? Белгісіз. Менің рэп жағынан өте қалай айтсам болады. Эйстің флоулары жақсы. Ритм жақсы сындырады. Фристайл күшті. Фристайл күшті. Мен қуа беремін, айта беремін, деген соң бәрі шыға береді. Біз үйде кішкене өзіміз қуамыз ба, өлеңді қойып жаңа фристайлден. Мыналар қарап бізге қарап күледі, давайте фристайлит деп. Отырамыз, ойға келгенде айта бересің да, енді барынша ұйқастыруға тырысу керек. Мен мүлде айта алмай қаламын, өйткені деп тұрып қаламын қазір не айтамын деп. Отырмын мына жерде деп, кете береді эйс. Ритмдар тік-тік деп сындырып. Космостан бірақ шығады. Иә. Кешірім сұраймын. Үйден бастайды, Марстан бірақ шығады. Эйзи мен Зак өздеріңіз өлең жиындарыңызды білеміз. Ал сіздер осы екеуімен өлең шығаруда үйленеріңіз келмей ме? Екеуінен жоқ. Өйткені олар ән шығара алмайды десең. Біз сөз шығаруды үйренгіміз келеді әрине. Бұлардың шығарған әндерін естісеңіздер ғой. Ән демекші, сіздер рэперлерсіздер, бірақ ән айта аласыздар ма? Айта алады. Бізде Дулат строго Сэм Смиттің өлеңдерін айтады. Жаңа айтты ғой, біз екеуміз бұлардың рэп оққандарына қарап күлеміз деп. Дәл солай бұлар бізді қойып қояды, ән айтқанымызға қарап күледі. Үйде бір өзіміздің компьютерімізде бір запистар бар. Баяғына қайлы түн солардың демоларын жазып жүргенде сонда бір Дулаттың бір записі бар. Бала жоқ болдына, бала демо жазу керек, бала жоқ болды, өзің айтып жіберші деп. Сөздер бір айтқаны бар. Бірінші сөз жазып қойды. Иә, маған тыңдаттық, келіп тыңдаттық. Тоқталды, қызық ондай. Қолын былай құлағына қойып қояды. Былай шынымен айтатын болсақ, Эйзидің диапазоны 3 октава. Кәдімгі өзінің дауысымен, әрі қарай фальцеті бар, фальцет тағы 1 октава кетеді, бұл 4 октава деген бұл қарай керегін десе, бірақ қолданып білмейді әрине. Қолданып білмейді, бірақ сондай. Бәрібір өзгере алмаймын деген сөздің өзі қайда жатыр. Біз біраз қиналдық қой, соны жете алмай. Эйзи сен айтшы деген кезде быңқ етіп қадай салды.